Ассаламу алейкум достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін дәмі ерекше, өте дәмді медовик тортын дайындайтын боламыз. Міндетті түрде мен рецептімен жасап көріңіздер. Медовик тортына бізге ең алдымен жұмыртқа, құмшекер, май, бал, тұз, сода және ұн қажет болады. Қыздар, және де мен каналыма подписация етіп, лайк басып, қоңырау белгісінде басуды ұмытпаймыз. Жұмыртқамызға құмшекерімізді қосып, араластырып, оны жай отқа қоятын боламыз. Міндетті түрде қыздар араластырып тұрамыз, өйткені жабысып қалуы мүмкін астына, сондықтан міндетті түрде араластырып тұрыңыздар. Содан соң майымызды да қосамыз. Оны да жақсылап осылай венчикпен араластырып тұрамыз. Орта отта да жасай берсеңіз болады. Енді балымызды да қосамыз. Енді сіздердің газ плиталарыңызға қарай көресіздер. Оны да жақсылап араластыратын боламыз. Бізде қоспамыз қою қоңыр түске айналу керек, және де қоспамыз қайнау керек. Сол кезде біз пештен алатын боламыз. Мінекей менің қоспам қайнады. Енді бұны пештен аламыз да, осындай бөлек ыдысқа ұнымызды салып, үстіне қоспамызды құятын боламыз. Қыздар, қоспамыз ыстық болғаннан кейін, оны ең алдымен бірінші осындай венчикпен қозғайтын боламыз. Кейіннен лопаткамен қозғасаңыздар да болады, қолмен қозғасаңыздар да болады. Қамырымыз қолға жабысқақ, жұмсақ қамыр шығады бізде. Байқаңыздар қыздар, қолдарыларыңызды күйдіріп алмаңыздар. Мінекей, мына лопаткамен көріп тұрсыздар, өте жұмсақ қамыр шығады, жаюға да өте ыңғайлы болады бұл қамыр. Енді осы қамырымызды біз холодильникке демалдыруға қоятын боламыз 15 минутқа. Енді мінекей 15 минут тұрды. Міндетті түрде тақтайымыздың астына ұнды жағып, қамырымызды бөлшектерге бөліп алатын боламыз. Сіздер қамырды таразыға өлшеп бөлсеңіздер де болады. Болмаса осылай мен сияқты көз өлшеммен де бөлсеңіздер болады жалпы. Мен 7 бөлікке бөлдім. 8 бөлікке де бөлуге болар еді, бірақ мен корждарын кішкене қалыңдау қылайын дедім. Сол себептен осындай 7 коржға бөлдім. Бетін міндетті түрде қыздар жауып қоямыз қамырдың. Енді біртіндеп пісіретін боламыз. Ол үшін бізге противень қағазы керек болады. Оны міндетті түрде астына үстіне ұн жағып, қамырымызды жаятын боламыз. Қамырымыз өте жеңіл, жақсы жайылады. Көбінесе осы медовик торттардың осы қамыры қиын болады жайылуы, бірақ осы рецептпен бізде қамырымыз өте жақсы болып шығады, жайылуы жылдам. Мен торттың диаметрін 18 ғып істедім. Сіздер чұқа ғып жайып 20-22 қылсаңыздар да болады. Мінекей ізін салып аламын. Енді вилкамен осылай тесіп шығатын боламыз. Содан соң қызып тұрған пеште бұлар корждар тез піседі. 5-6 минутта пісіп қояды. Коржымыз пісті. Бірінші коржымыз піскенше екінші коржымызды жайып дайындап қоятын боламыз. Міндетті түрде оны да вилкамен тез сееміз қыздар. Енді бірінші коржымызды осылай противенен алып, оның жаңағы ізінен осылай кесіп алатын боламыз. Қалған қалдығын қыздар міндетті түрде жинайтын боламыз. Қалдықтарын, оны бізге кейін сәнге қажет болады. Мінекей мен корждардың бәрін пісіріп қойдым. Енді қалдықтарын осылай майдалайтын боламын. Сіздерде бұндай майдалағыш болмаса, онда пакетке салып оқтаумен мыжғыласаңыздар да болады. Енді креміне кірсек. Бұл жерде бізге творожный сыр, сливки және сахарная пудра қажет болады. Мен бұл жерде кремін аздау қылдым, өйткені бізде балалар кремін аз қылған жақсы көреді, бірақ рецепт бойынша сіздер рецепт бойынша жасаңыздар. Өте кремі көп, әдем болып шығады қыздар. Сосын міндетті түрде сливки мен творожный сырларыңыз мұздай болу керек, және де ыдысымыз құрғақ болу керек. Сол кезде сіздердің кремдеріңіз өте керемет болып шығады. Енді бірінші осындай миксермен жақсылап араластырып аламыз, қоспай тұрып, өйткені ол жан-жағына шашырайтын болады. Енді миксерімізді қосып, осындай масса болғанша араластырамыз қыздар. Міне
Енді креміміз дайын болды. Міндетті түрде астына кремді жағып аламыз. Тортымыз қозғалып кетпеу үшін сөйтіп әр корждарға кремдерді жағып шығатын боламыз. Тортымызды дайын болғаннан кейін міндетті түрде қыздар холодильникке 2-3 сағатқа қойып қойыңыздар. Сол кезде торттарыңыз өте жұмсақ болады. Болмаса түнде дайындап таңертең жесеңіздер де болады. Енді тортымызды сәндейтін боламыз. Бағанағы дайындап алған майдаланған корждармен сеуіп шығамыз қыздар. Енді тортты сәндеу ол өз фантазияларыңызда ягодалармен де сәндесеңіздер де болады. Мен мысалға лентамен осылай байлап қойдым әдемілік үшін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Ас болсын. Сіздермен болған Самал.